Ойлан және шүкір ет деген сөздің мағынасы Аллахтың берген нығметіне ой жүгірте, шынайы ықыласпен шүкір ет дегенді білдіреді. Алдымен бір сәт өзіңе қарап көр. Басыңнан аяғыңа дейін толған сансыз нығмет. Қасиетті Құранда Аллахтың нығметін қанша санасаң да оның санына жете алмайсың делінген емес пе? Айталық, бойдағы денсаулық, елдің тыныштығы, күнделікті ішіп жем, тыныстап ауа жұту, сарқылған суды ішу, мұның барлығы дерлік сенің қолында бар дүние, бірақ сен оны сезбейсің, әрі кейде қадірінде біле бермейсің. Дене мүшеге келер болсақ, сенде көз, ерін, тіл, екі қол мен аяқ бар. Осы мүшелердің біреуі қатты ауыратын болса, түнгі ұйқың қалай болар еді? Африка құрлығындағыдай су тапшылығынан шөл қысып, былғанған лас ағын суды ішуге мәжбүр қалсаң не болады? Басқалардан қалған асты теріп жесең, қандай жағдайда боласың? Құлағыңа бір сәт мән берші. Керең емес пе? Көзің ше? Көр емес пе? Теріңе қарап көр. Алапес ауруға шалдықпаған ба? Ақылың ше? Адаспаған ба? Егер адаспаса, еркін ойлау қабілетіне иесің. Көзіңді таудай алтынға бағаласа сатасың ба? Қолыңды ше, қандай құнға кесіп берер едің? Ал аяғыңды алтыннан салынған сарайға айырбастар ма едің? Әрине жоқ. Өйткені сенде жерге жылы тамағың, ішерге салқын таза суың, тынығуға тыныш ұйқың, ойнап күлуге деннің саулығы бар. Соған қарамастан күнде уайым шегіп жүресің. Еш уақытта ештеңе жетпейтін көрінеді. Егер жоқ нәрсені көп ойласаң, қолыңда барға шүкіршілік етпейсің. Қолыңнан бір шама ақша жоғалса, ала сұрып, бүкіл дүниені төңкеруге дайын тұрасың. Әйтсе де, қолыңда бақыттың басты кілті барын сезінбейсің. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өз хадисінде, егер кімде-кім ұйқыдан аман есен оянса, ішерге асы болса, және бойында деннің саулығы болса, ол адам үшін дүниеде ең қымбат нығмет берілгенін білсін деген. Сенде жоқ нәрсе уайыммен бар болмайды, ал бар нәрсе шүкіршілікпен, ризашылықпен берекелі болады. Қасиетті Құранда өздеріңе, яғни жаратылыстарыңа қарамайсыңдар ма делінген. Хазіреті Омар ибн Хаттаб, егер өмірде бақытты ғұмыр кешкің келсе, өзіңнен жоғарыға қарап пікір ет, ал өзіңнен төменге қарап шүкір ет деген. Сондықтан жоқ нәрсені ойлаудан бұрын өзіңе, отбасыңа, айналадағы достарыңа, бойыңдағы денсаулыққа, жалпы қоршаған ортаға бір сәт мән бер де шүкіршілік ет.